Около 100 человек уже пострадали в стычках в центре Бишкека. Информационные агентства пишут о погибших, но не сообщают пока точное число. Акции протеста сейчас проходят не только в столице Киргизии. Поступают сообщения, что оппозиция захватывает административные здания в районах, а города Талас и Нарын и вовсе погрузились в хаос. Милиция там сложила руки. Все оружейные запасы у митингующих, на улицах хозяйничают мародеры.
қара ташынан, тоқылынған башыңнан, үніп өскен бұдайдан, сені берген құдайдан, алдей балам алдей, майға башқан тоқочымның ортасы, жүрегімнің толтасы. Менің балам қардай, сүтке салған балдай, қойынектің қолындай, кекелектің бұтындай, мұңдалықтай башыңдан, марғалаңдың айлансын, болып бақалып айлансын, қырғыздың қызысын басын, жоның бері қалбасын, айланайын деп жүрем, ашарайын деп жүрем, алтын тақа алдырып, тептірейін деп жүрем, ханның қызы қара чач өптірейін деп жүрем, құнан қойды сой балам, өріғына той балам, атаң тойға кетіпті, пейли толғын ет келет, енең тойға кетіптер, чегі толған сүт келет, алдей балам алдей. Ақтерек, көктерек, бізден істегін керек, жепіреген жайынбек, жетіп кесін тезірек. Ақтерек, көктерек, бізден істегін керек, елден ел жағар, бізден істегін жағар, тойға мінген тораттай, топшыланған банаттай, қызыл 5 мат қыз керек, жайлаудан түшкен тораттай, жайдары сулы сымбатты, жашыл жапан қыз керек. Ақпай, тоқпай, ұяттары жоқпай, қату жорға башқатай, қадек болған башқатай, қату чапса жарчаған, жеткірбеген башқаға, өстіндегі жаш бала, ұрып кетіп арқаға, жауала кей жам-жум. Bir aydan beri biz Kudayga жалын эмне гана болгон жокпуз. Senin başın бар mı? Özündü ойлосоң да биз апаңды ойлоп койбойсуңбу ya? Бири-бирин атышып аткандар таткыда бул эмне кино. Муна эмне болду? А жерден өлүп кала жазалы. Канча соккучу өлдү ал жерде. Сени да жоготуп ала жаздабадым. Ошон үчүн айтып атам. Байлыктын артынан чуркап Кудайдын ордуна акчага сыйынган айвандар бири-бирин коолап төңкөрүш жасап, ана мына мен эле желди жыргатам дегенде. Кайра эле өзүнүн эл жерин тонуп, элди ит кылып баары маңкурт болду. Төңкөрүш кылышса эле шаарды кошо тоношот. Бир өлкө башка өлкөнү согушуп, басып алса тоноп зордойт дечи эле. Анда бизде бири-бирине душман болгон бай менен кедейлер эле жашайт турбайбы?